Саламатсыздар ма? Мен маңғыстаулықтарға видеообращение жасағым келді. Мен Бейнеу ауданынан тұрғанымын, Рахметова Ғалиямын. 27-сі майдың 27-сі 2020 жыл. Қазір мынау елде болып жатқан жағдайға көпшілік қауымның сенбей жатқанына мен жаныма батты. Өзімде болған жағдайды, коронавирусқа шалдыққанымды елге айтқым келген. Мен 9 мамыр күні провизорлық стационарға қызулап түстім. COVID-19 анализі оң нәтиже берді. Содан 11-нен бастап мен Бейнеу аудандық инфекциялық бөліміне жатқызылдым, жұқпалы аурулар бөліміне. Ол жақта менде барлық клиникасы болды, пневмонияға дейін асқынды менде. Жағдайым жақсармағаннан кейін 19 мамырдан Ақтау қалалық ауруханасына ауыстырылдым. Онда реанимацияда жаттым. Палатаға ауысқаныма бүгін 2-ші күн болды. Мен жаңағы елде болып жатқан әңгімелерге нүкте қойғым келді. Ешкім бұнда өзінің адамдарын алып келіп 100 мың береді екен, 200 мың береді екен, 300 мың береді. Медиктер өздері ауырып 2 миллион алып жатыр деген әңгімелерді жоққа шығарғым келеді. Сіздердің осындай жағдайға сенгендеріңізді қалаймын. Көпшілік айтады, коронавируспен ауырып жатқандар кім, кәні, қайда деп жатыр. Менмін коронавируспен шалдықтым. Сіздер сенсеңіздер екен, сақтық шараларын жасасаңыздар екен, жай тұмау деп оны қарауға болмайтынын білсеңіздер екен деймін. Мен 9 мамырдан бері ауырып жүргенімді міне аяқтан тұрып енді өз-өзіме келіп жатырмын. Жай тұмау болса сіздер бүйтіп ұзақ уақыт емделіп жатпайсыз ғой, оны тұмаумен салыстыруға тіпті келмейді десе де болады. Клиникасы менде өте ауыр жүрді, пневмонияға дейін дамыды. Әлі де болса да жаймен қалыпқа келіп жатырмын. Елдегі қауесетті мен жоққа шығарғым келеді. Ешкім ешкімге 100 мың бермейді. Оны үлкен қалаларда лабораторияға жібереді ғой. Ол жерде көке, жәке сіздің жаңағы айтатындай саған 100 мың береді екен деген әңгіменің бәрі өтірік. Оған сенбеңіздер.